өткен сабақтарға шолу жасап қайталайық, иә? Біз бірінші бөлім кітапты аяқтап жатырмыз, сондықтан сол бірінші бөлімде сұрақтарына жауап береміз. Ол үшін бізде шаңырақ бейнесі берілген. Оның ортасында мінекей бізде шаршы бар. Сол шаршыны айналдыру арқылы қандай түсті үй түседі? Мысалы, жасыл түсті, жасыл үйді алып, жасыл үйдің артында сұрақтар жасылдырылған. Сол сұрақты алып, жауап береміз, иә? Ұлы Отан соғысында батырлардың кімдерін білесің? Атап бер. Бауыржан Момышұлы, Әлия Маншер-Мамбетова, Хиуаз Доспанова, Қошқан Ниғаматының авторы кім? Бауыржан Момышұлының әкесі, бабасы кім? Әжесі кім? Қошқан Ниғаматының авторы Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлының әкесі Момыш, бабасы Имаш, әжесі Күстімбас. Тайбурыл кімнің туғандары? Қобыланды батырдың туғандары. Шығармадағы суреттелетін затты шамадан тыс асырып айту тәсілі не деп аталады? Әсірелеу. Әсірелеу деп аталады екен, иә? Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелерін атап беріңіз. 7 мамыр, 8 наурыз, 27 наурыз, 10 желтоқсан, 25 қазан, 30 тамыз. Абай Құнанбаев қай жылда өмір сүрді? 1845, 1903 жыл. Қандай өлеңдердің білесің? Қанша қара сөзі бар? 45 қара сөзі бар. Қыз туралы. Қыз. Жақсы. Жарайсың, тұрады. Текемет, басқұр, желбау дегеніміз не дейді? Жоқ. Дұрыс. Үйінен ою-өрнек салынған төсеніш. Ал басқұр дегеніміз не? Уық пен керегенің түйіскен жерін бастыра таңатын, үйдің ішіне сән беріп тұратын өрнекті айтамыз, иә? Желбау дегеніміз ше? Шаңыраққа 3 жерден байланып, керегеге асып қоятын ою-өрнекті айтамыз, иә? Жақсы балалар, сабағымызда өткен сабақтарға шолу